Сәлеметсің бе, балақай? Класс KZ порталына қош келдің. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы фигуралар салу. Балақай, бірінші тіктөртбұрыш, шаршы, бұрыштарды салуды қайталап алайық. Тіктөртбұрыш дегеніміз не? Тіктөртбұрыш дегеніміз бұл барлық бұрыштары тік болатын төртбұрыш. Оның бірнеше қасиеттері бар. Тіктөртбұрыштың барлық бұрыштары тік болады. Тіктөртбұрыштың қарама-қарсы қабырғалары тең болады. Сонда тіктөртбұрышты біз салатын болсақ, оның барлық бұрыштарын тік қылып саламыз, және де қарама-қарсы қабырғаларын тең қылып салу керек екен. Ал шаршыны қайталайық. Шаршы дегеніміз бұл барлық қабырғалары тең болатын тіктөртбұрыш. Оның қасиеттеріне тоқталып кететін болсақ, шаршының барлық бұрыштары тік болады, сонымен қатар шаршының барлық қабырғалары тең болады. Сонда шаршыны салатын болсақ, шаршының барлық бұрыштарын тік қылып, және де барлық қабырғаларын тең қылып салу керек. Ал балақай, тік бұрыш салу үшін бізге осындай тік бұрышты үшбұрыш қажет болады. Оның тік бұрыш жағын осылай қойып, керекті ұзындықтағы бұрышты сала аламыз. Міне, сызып аламыз, сонда бізде тік бұрыш пайда болады. Ал балақай, параллель түзулер деген не екенін танысып өтейік. Қиылыспайтын түзулер параллель түзулер деп аталады. Параллель түзулер бойындағы кесінділер де өзара параллель болады. Параллель кесінділер әр нүкте бір-бірінен тең қашықтықта орналасады. Мысалы, тіктөртбұрышты мысал келтіре аламыз, себебі тіктөртбұрыштың қарама-қарсы қабырғалары бір-біріне параллель орналасқан. Параллель түзулерді салуды қарастырайық. Бірінші түзуін салып алайық. Міне, бір түзуді салдық. Енді ереже бойынша айтып кеткендей, параллель түзулер кез келген нүктеде бір-бірінен тең қашықтықта орналасады. Сондықтан екі нүктені белгілеп алып, перпендикуляр бірдей қашықтықта сызық сызайық. Енді осы сызықтардың мына ұштарын бір-біріне қосамыз. Сонда бізде осындай екі параллель түзу пайда болады. Ал балақай, мына тапсырмаға назар аудар. Өзің салған тіктөртбұрыштың бір бұрышынан радиусы осы тіктөртбұрыштың еніне тең болатын шеңбер сыз. Фигуралардың қиылысу аймағын боя. Олардың бірігу аймағы не болады? Қанекей, мына берілген салу тапсырмасын орында. Ал балақай, бірге тексерейік. Бірінші тіктөртбұрыш сызып аламыз. Одан кейін оның бір бұрышынан радиусы осы тіктөртбұрыштың еніне тең болатындай шеңбер сызамыз. Міне, осылай сызасың. Енді фигуралардың қиылысу аймағын бояйық. Міне, сонда осы аймақ бұл екі фигураның қиылысу аймағы болып табылады. Ал олардың бірігу аймағы не болады? Бәрекелді, дұрыс айтасың. Ол барлық аймақты бояймыз. Сонда бұл олардың бірігу аймағы болады. Жарайсың. Ал балақай, келесі тапсырмаға көшейік. Қағаздың ортасына ұзындығы 5 см болатын АБ кесіндісін сыз. А нүктесінен радиусы 4 см болатын, ал Б нүктесінен радиусы 2 см болатын шеңбер сыз. Фигуралардың қиылысу аймағын боя. Қанекей, тапсырманы орында. Ал балақай, бірге тексерейік. Дәптеріне бірінші 5 см болатын мынандай АБ кесіндісін сыз. Одан кейін А нүктесінен радиусы 4 см болатын шеңбер сызайық. Міне, сыздық. Одан кейін Б нүктесінен радиусы 2 см болатын шеңбер сызамыз.
міне осындай түрде болады. Енді осы шеңберлердің қиылысу аймағын бояймыз. Ол мына аймақ. Бұл тапсырманы дұрыс орындадың деген ойдамын. Жарайсың. Ал балақай, келесі тапсырмаға көшейік. Периметрлері 16 сантиметр және 20 сантиметр болатын шаршылар сыз. Ал балақай, бірге тексерейік. Бірінші периметрі 16 сантиметр болатын шаршы сызамыз. Ол үшін оның қабырғасының ұзындығын тауып алу қажет. Біз білеміз, шаштың периметрі ол қабырғасының ұзындығын 4-ке көбейткенге тең. Сондықтан қабырғасының ұзындығын табу үшін периметрін 4-ке бөліп табамыз. Сонда қабырғасы тең 16 бөлінген 4 тең 4 сантиметр. Сонда қабырғасы 4 сантиметр болатын осындай шаршы сызады екенбіз. Келесі периметрі 20 сантиметр болатын шаршы сызайық. Ол үшін оның қабырғасын тауып аламыз. Қабырғасының ұзындығын табу үшін периметрін 4-ке бөлеміз. Сонда қабырғасының ұзындығы 5 сантиметр. Яғни қабырғасының ұзындығы 5 сантиметр болатын шаршы сызуым керек. Жарайсың. Ал балақай, бүгінгі сабағымызды қорытындылайық. Бүгінгі сабақта сен фигураларды салуды қайталадың. Сонымен қатар параллель түзулердің не екенін білдің. Параллель түзулерді салып үйрендің. Бүгінгі сабақ сен үшін қызықты, түсінікті болды деп ойлаймын. Сабағым аяқталды. Класс KZ порталында көріскенше қош, сау бол.